Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, оңай жасалатын пиццаны жасалу жолын ұсынамын. Пиццаны табада пісіреміз, өте жылдам дайындалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін пиццаны сіз де жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Сонан соң қаймақты саламыз. Майонезді саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса тағы да көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Келесі кезекте ұнның барлығын салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткізуді ұмытпаймыз. Мен алдын ала ұнды електен өткізіп алдым. Мінекей достар, пиццаның қамыры дайын. Ендігі кезекте пицца пісіретін табаны қыздырып аламыз. Таба қызғаннан кейін аздап сұйық құямыз. Енді дайын тұрған қамырды табамызға құямыз. Қамырдың бетін текстеп жібереміз. Кетчуптан аздап салып, барлық жеріне жағып шығамыз. Келесі жасайтынымыз шұжықты және ірімшікті салып шығамыз. Салмасын өз қалауыңызша салсаңыздар болады. Қаласаңыз тәтті бұрыш немесе қызанақ салыңыздар. Пиццаны жай отта қақпағын жауып 10 минуттай пісіреміз. Мінекей достар, жылдам дайын болатын пиццамыз дайын. Жасалу жолы өте оңай, дәмді болып шығады. Пиццаның қамыры жұмсақ, толықтай пісіп шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.